Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Жалпы қандай пән болсын, әсіресе жаратылыстану математика бағытында интернет көзінен қазақша материал табу қиынға соғады. Мен бұл мәселенің шешімі ретінде осыдан тура 5 жыл бұрын Nismas.org сайтын жасап шығарған болатынмын. 2022 жылдан бастап сайт Қазмас.нет жаңа атауымен жұмысын жалғастырып келеді. Әріптестердің сын пікірлерінің арқасында 5 жыл ішінде сайтқа көптеген түзетулер енгізілді және нақты мақсат пен бағыты жолға қойылды. Математикадан кітаптар қорында 600-ге жуық кітаптың электронды нұсқасы әзірленіп салынды. Сынақ емтихан жұмыстары бетіне MESC емтиханына дайындық ретінде 10 сыныптар үшін 50, 12 сыныптар үшін 130 сынақ емтихан жұмыстары жауаптарымен бірге салынды. Одан бөлек өздігінен дайындалушылар үшін қосымша тесттер бөлімі, ағылшын тіліндегі емтихан жұмыстары, математикалық сөздік пен видео сабақтар беті әзірленді. Және бұл бөлімдер үздіксіз толықтырылу үстінде. Математика пәні мұғалімдері үшін Тарсия ресурстары және қосымша менталды арифметика, калькулятор, Вольфрам альфа, математикалық ребус, жылдам ойла секілді тағы да басқа әртүрлі активитилер жасалды. Математикадан кез келген тақырыпты интернет көзінен іздегенде Қазмас.нет сайты алдыңғы орыннан көрінетін болды. Неге десеңіз, қазіргі таңда математикадан мектеп курсының барлық тақырыптары қамтылатындай теориялық бөлім мен есептер қоры салынуда. Әр облыстан жиналған ерікті математика пән мұғалімдері топ құрып, сайтта есептер шешімдері мен жобасын іске асыру барысында. 20-дан аса мұғалімнің сайтқа өз үлестерін қосуының арқасында 80-ге жуық тақырыпқа есептер қоры жасалып үлгерді. Әр тақырыпта 30 есептен, әр есептің жауабы визуалды кескінделген түрде дайындалды. Қолданушы қажетті тақырыптың есептерін жауаптарымен немесе жауаптарынсыз баспаға шығарып ала алатындай жағдай жасалды. Алдағы уақытта да ресурстар қоры жүйелі және жоспарлы түрде үздіксіз толығып отыратын болады. Мен бұл видеомда сайтты басқа қырымен таныстырғым келеді. Бастапқыда тек математика пән мұғалімдері үшін дайындалған сайт құралдарын қазір басқа пән мұғалімдері белсенді түрде қолдануда. Оның ішінде топқа бөлу, оқушыны таңдау, филворд, сөз жұмбақ, онлайн сағат секілді құралдарды айтуға болады. Мысалы, сіз 13 оқушыны 3 топқа бөліп отырғызғыңыз келді. Кездейсоқ түрде 3 топқа бөлгіңіз келсе, арасы үтірмен байланысқан оқушылар тізімін көшіріп саласыз, интер шертпесін бассаңыз, автоматты түрде топқа бөліп береді. Сізге ұнамаса қалауыңызша көп рет генерациялауға болады. Сол сияқты оқушыны тақтаға шығаруда да қызықты етіп ұйымдастыруға болады. Ол үшін сынып оқушылары тізімін көшіріп қоясыз, таңдау шертпесін бассаңыз, кездейсоқ түрде бір оқушыны таңдап береді, тақтаға шыққан оқушыны тізімнен алып тастап, таңдауды жалғастыра аласыз. Сабақты бекіту немесе қайталау мақсатында оқушылардан термин сөздерді еске түсіру кезінде филворд құралын қолдансаңыз болады. Сіз қажетті терминдерді жазып шығасыз, генератор өзі сөздерді жасырып береді, баспадан шығарып алып топқа ұсынуыңызға болады. Шешімдерін көрсетіп, сол бойынша тексеріп шығасыз. Анықтама жаттау барысында сөз жұмбақ құралын қолдануыңызға болады. Сіз қазір бұрынғыдай қолдансыз сөз жұмбақ құрастырып отырмайсыз. Сұрағы мен жауабын енгізсеңіз, сайтта өзі генерация жасап береді. Осы сияқты сайттан онлайн таймер, word cloud, секундомер, лабиринт, тағы басқа құралдарды таба аласыз. Бұл сізге жаңашыл және ізденімпаз мұғалім ретінде әр сабақты әртүрлі етіп жоспарлауға көмегін тигізеді деген ойдамын. Мен осы сәтті пайдаланып, жобада жүрген барша әріптестеріме алғысымды білдіргім келеді. Үлкен мақтанышпен айтатыным, сайттағы құралдарды білім саласында жүрген 10 мыңнан астам жазылушылары бар блогерлер белсенді түрде таныстыруда. YouTube, Instagram және TikTok секілді әлеуметтік желілерде 40 мыңнан астам қаралым жасалған Қазмас.нет сайтының таныстырылымын көріп, және ондағы әріптестердің алғысын көріп, қаншама еңбектің жерде қалмағанына қуанамын. Және бұл маған алдағы жұмыстарды орындауға үлкен шабыт сыйлады. Бірақ жайдың қызыл көзін құрт жерейін, бірақ трак көрсін әзер түрт жерейін. Өзім барып алып кетін күт жүрмейм, даже бәткі қалдырсаң да ренжімейм.